Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мясо по-тайски тай етін дайындайтын боламыз. Бұл тағамның жасалу жолдары өте көп, мен өзімнің тәсіліммен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бұл тағамды дайындау үшін бізге сиыр еті, соя тұздығы және көкөністер қажет болады. Етті видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап кесеміз және жапырақтап бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл тағам тез дайындалу үшін етті осылай жұқалап турау маңызды, ал егер қалың етіп турап қойсақ, етіміз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Пиязды ортасынан бөліп, ірі бөлшектерге бөліп шығамыз. Болгар бұрышында осылай ірілеу етіп, жапырақтап кесеміз. Бұрышты түрлі түсті етіп алсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Светофор бұрышында пайдалануға болады. Қиярды соломка етіп, бірнеше бөліктерге бөліп турап шығамыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Табамызға май құйып жақсылап қыздырамыз. Үстінен етімізді салып, қып-қызыл болып қызарғанша шамамен 7-10 минут аралығында қуырып шығамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып 5 минуттай қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне 2 дана лавр жапырағын, жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш салып араластырамыз. Қуырылған етіміздің үстінен соя соусын құйып, бір араластырып жібереміз. Үстінен бұрышымызды салып 2-3 минут қуырамыз. Үстіне сарымсақ пен қиярымызды саламыз. 1-2 минут қуырсақ жеткілікті, өйткені қиярды көп қуырып қажет емес. Үстіне жарты кеседей су құйып жібереміз. Қазанымыздың қақпағын жауып, ең баяу отта шамамен 15 минут бұқтырамыз. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін қақпағын ашып көреміз. Біздің етіміз дайын болып пісіп тұр. Бір араластырып жіберіп, гарнирмен бірге ұсына берсек болады. Гарнирге мен күріш пісірдім. Шашылып тұратын әдемі күріштің жасалу жолын менің каналымнан таба аласыздар. Төменде ссылкасын тастап кетемін. Біздің тай етіміз осымен дайын. Қараңыздаршы, өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.